Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте қарапайым, бірақ өте дәмді сүзбелі пирог рецептісімен бөліскім келеді. Ал енді жасап бастайық. Ең алдымен бір жұмыртқаға қантты қосамын, және де бір шымшым тұз қосамын. Осыны венчикпен жақсылап тұрып, қант ерейтіндей еземін. Осыған сұйылтылған сары майды қосамын. Жұмыртқамыз пісіп қалмас үшін май міндетті түрде суыған болу қажет. Жақсылап тұрып араластырамын. Енді осыған қопсытқыш қосамын. Араластырып, содан кейін ұнымызды иілгіштен өткізіп, біртіндеп қосатын боламын. Ең алдымен қасықпен жақсылап тұрып араластырып аламын. Содан соң қолмен қамыр илейтін боламын. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Неге осындай қамыр шықты, өте жұмсақ? Әзірге оны қоя тұрамыз және сүзбемізді дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбеге барлық ингредиенттерді қосып, блендермен үгітетін боламын. Мен майлылығы 5% сүзбені алған болатынмын. Майлылығы көбірек болса, одан да жақсы. Сүзбеңіз барынша құрғақ болу қажет. Егер ылғалды болса, онда сығып алған жөн. Барлығын блендермен бір қалыпты күйге шейін жақсылап тұрып үгітіп аламын. Қаншалықты жақсы үгітіп алсаңыз, соншалықты сүзбеңіз нәзік болып шығады. Мен осы күйге шейін жасадым. Форманың астын пергамент төсеп, бүйір жағын майлаған болатынмын. Енді осыған мен қамырды салып, қолмен формасын келтіріп жасаймын. Қамырымыз өте жұмсақ, сол себепті формасын келтіруге оңай болады. Мен осылайша қолмен жасап аламын. Қамырды жіңішке етіп жаюға тырысамын. Менің формамның диаметрі 22 см. Егер одан да үлкендеу болса, онда қамыры одан да жіңішке болып шығады. Енді осыған біздің сүзбемізді саламыз. Бір қалыпты етіп жасаймын. Шамамен осы кезде пешті 180 градусқа дейін қыздыра беруге болады. Үстін джеммен немесе тосаппен безендіремін. Менде осында құлпынай тосабымен безендіріп жатырмын. Безендірмей қоюға да әрине болады, өз қалауыңызша жасайсыз. Мен осылайша ою жасаймын. Осы пирогқа сонымен қатар кез келген жидекті де қоссаңыздар болады. Енді біздің пирогымызды 180 градусқа 40-50 минутқа пешке қоямын. Пирогымыз піскен кезде оны формада міндетті түрде толықтай суытып аламыз. Сүзбелі пирогымыз дайын болды. Өте нәзік, керемет болып шықты. Тез әрі оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деп сенемін. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады.